Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін құлпынайдан тосап қайнатамын. Ол үшін мен алдын ала құлпынайым 2,5 килограмм құлпынайды жуып тазалап алдым. Оған 2,5 килограмм қант қосып қайнатып алдым. Бір қайнатып сөндіріп салдым. Одан кейін көбігін алдым үстіп. Одан кейін әбден суығанын күтеміз. 5-6 сағатқа қоямыз, болмаса келесі күнге қоямыз. Мен енді осы әбден суығаннан кейін тағы қайнатып жатырмын. Банканы жуып булап алып жатырмын. Қақпақтарында сол құлпынайымды тосабымды қайнағаннан кейін астын жайлап жай отқа 15-20 минут баппен қайнаттым. Одан кейін үстіп банкілерге құйып шықтым. Менде 2,5 килограмм құлпынайдан 3,5 литр тосап шықты. Кез келген банкіге жаба берсеңіз болады. Бұранды қақпақпен жапсаңыз да болады. Менің видеом ұнап лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеоларым болады. Соны жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.